Ортада Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. Құрметті достар, сайысымыздың тақырыбы ойын арзан күлкі қымбат. Шетелде белгілі адамдарды белгісіз аралға апарып, жаңа бағдарламалар түсіреді. Сонымен Қазақстанда алғаш рет белгілі жұлдыздарымыз белгісіз бір аралда қалып қойыпты. Ана тікұшақ ұшып кетті ғой, не істеп тұрсың? Тоқта, неге ашуланып жатсың? Біз үндемей тұрмыз ғой. Мен ғой тікұшақтың жүргізушісі. Онда ашулан. Нұрбол Жұмасқалиев, Қазақстан футбол құрамасының жұлдызы. Сонда біз не? Мына аралда жалғыз өзіміз бе не? Мүмкін бұяқта жабай адамдар бар шығар. Сіз не қорықпайсыз? Сізге бәрібір ме? Маған бәрі, мен ешкімнен қорықпаймын. Серік Сапиев, Лондон Олимпиадасының алтын жүлдегері. Ондай болса біз де қорықпаймыз. Қорғайтын адам бар. Тағы да бір адам бар. Тікұшақтың жүргізушісі бар. Енді ең бастысы бір осы аралдан тікұшақ табу керек. Ерлан Малаев, бәйтерек тобының беделді мүшесі. Қазақстан шоу-бизнесінің жұлдызы, өте қарапайым, өте мәдениетті, дауысты. Болды. Әділ Қазалқасында отырсам болды ма не? Сіз сонда қайда Әділ Қазалқасында? Отырың ғой әні. Бір түрлі сұрақтар қоймай. Оданша не істейтінімізді ойластырайық. Тоқта, мен таныстырмады ғой. Таныстырса, өу! Айтса енді. Тікұшақтың жүргізушісі. Бол, тұр орныңа. Сіз тікұшақтың жүргізушісіз. Яғни сіз білу керексіз, біз қаяқта жүргеніміз. Сонымен сізге сұрақ. Біз қазір не істейміз? А. Аралды аралаймыз. Б. Баралды баралаймыз. В. Варалды. Тоқта, сіз не әзілдеп кеттіңіз ғой? Жайдарманнан үйренгенім ғой. Не ол? Не ол жайдарман деген? Не қыласың, сен ойқа шақырмайды бәрібір. Аға, бізге аралды аралап шығу керек. Тез жүгіретін біреу керек. Араларында ең тез жүгіретін мен, сондықтан мен аралды аралап қайтайын. Кім? Нұрбол, тұршы орныңа. Орныңа отыра бер. Өзің баршы қаттырек жүгіретін сияқтысың ғой. Тез кел. Оданша біз сөмкелерімізді қарайық. Мүмкін керекті заттар бар шығар. Мынаны қараңдар, бос банка. Не қылайын дерсіз, бос банка? Кеше жұбайым жолға тамақ істеп берем деген ғой. Сөйтіп үлгермей қалды. Бос банка беріп жіберді. Қараңдар, сөмкенің ішінде сөмке. Оның ішінде тағы да сөмке. Оның ішінде әмиян. Әмиян? Әмиянның ішінде пакет. Не үшін маған пакет? Не үшін маған пакет? Тұр орныңа. Жинаңа сөмкелеріңді. Мынау аралда жалғыз өзі пакет деп тұр ғой. Сіз қараңыз шығаны. Сөмкенің ішінде сөмке. Сізде де пакет. Анау кішкентай қалтаны қараңызшы. Көлік пен пәтердің кілті ғой. Айтпақшы, құтты болсын. Анау немене? Бокс қолбағы ғой. Оны не қыласыз аралда? Бокстасамыз. Кіммен? Мен Нұрболмен бокстасам, сен төреші боласың. Қой, ұтып кетесіз қой. Болмайды ғой, олай әділетсіз ғой. Онда содан кейін футбол ойнайық. Қой, ұтып кетесіз қой сіз. Жігіттер, мен бүкіл аралды аралап шықтым, бір тірі жан жоқ. Балта тұр арқасында. Балта! Аға, кешіріңіз, бірақ бір сұрақ мазалап жатыр бізді. Сіздің былай қай жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Басым кішкене ауырып тұрған сияқты. Басым ауырып тұр дейді. Оны қоя бер. Мен жаңа бір үңгір көрдім. Сөйтіп? Үңгірдің ішінде хат жатыр. Ашып оқимыз ба? Ашпай оқи аласың ба не? Жоқ. Онда ашып оқы. Сәлем хат. Сәлем хат. Бұл үңгірге адамның аяғы баспаған дейді. Егер хатты алатын болсаңыз, арқаңызға балта қадалады дейді. Балта? Мен арқама балта қадалған жоқ. Кешіріңіз, бірақ көңіліңіз түсіретін шығармын, сіздің арқаңызда балта тұр. Аға. Атын да білмейміз, тікұшақтың жүргізушісі. Мүмкін жедел жәрдем шақырар. Жүргізушісі, не? Аға. Не дейсің? Мүмкін жедел жәрдем шақырар. Жедел жәрдем шақырасың, олар бір сағаттан бірақ келеді. Анада айтпақшы қызық болды. Бәйтеректе жүрсем, екі бала маған қарап, бәйтеректе жүр деп қойды. Бәйтерек дейді. Не дейді? Бәйтеректе жүр деп қойды. Мүмкін жата бересіз.
Негізі біртүрлі адамдар көп. Кеше дүкенге кірдім. Екі бала ерегісіп тұр. Біреу өзін анаған ерегісіп отқанда айтқан сөздерінің мағынасын, өздерінің бәрінің мағынасын түсіндіре алмай тұр. Негізі көп біртүрлі адамдар. Аға. Оу, балта көрген жоқсыңдар ма? О, Ерлан Малаев. Аралда да тани ма не? О, Ерлан Малаев. Екі Ерлан Малаев. Жоқ, аға, мен Дүйсенов Бекзат. Ана кісі шынымен Ерлан Малаев. Мен сол кісінің рөлін сомдап жатырмын. Әбден шәтелестіретін болдыңдар ғой. Шәтелестіретін ол не? Шатастырып пен қателестіріптің қосындысы. Шәтелестіріп. Жаттап ал. Шәтелестіріп. О, алтын медаль. Қайдан алдың? Мен бокстан соңғы олимпиада чемпионымын. Не өтірік айтып отырсың? Бокстан соңғы олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов. Жоқ, аға, кешіріңіз. Бірақ бұрын Сиднейда Ермахан Ибраимов. Ал осы жылы Лондонның әлем чемпионы мына кісі, Серік Сәпиев. Біршама өзгерістер болыпты. Онда Қазақстаннан соңғы жаңалықтарда не болып жатыр? Айтпақшы, премьер-министр қалай? Даниял Ахметов. Жоқ. Уақыт өтті. Даниял Ахметов ағамыз өз орнынан кетті. Ол кісінің орнына қазір Кәрім Мәсімов. Серік Ахметов. Өзім үйрене алмай жүрмін әлі. Айтпақшы. Ол кісі Твай-Твай орнында. Әні тұр. О, мынаны қараңдар, тастың астында бақа. Мынауың тас бақа ғой. Аға, сіз кәдімгідей миыңыз шәделесе бастапты ғой, ә? Сіз уайымдамаңыз. Мен осы аралда жүргеніме 12 жыл болды ғой енді. 12 жыл? Қалай болды аға, айтып беріңізші. Бізді кино түсіреміз деп шақырып алды да, өздері тікұшақпен ұшып бізді тастап кетті. Біздікіне ұқсайтын жағдай, Одан кейін мен басына келгенде дәу толық едім. Уақыт өте келе арықтап кеттім. Жұмысқа көшейік. Мынау енді сіз уайымдамаңыз. Біз сізді өзімізбен бірге алып кетеміз. Жарай ма? Ең бастысы бізге осы аралдан құтқару үшін тікұшақ керек. Тікұшақ іздейік. Жоқ, тоқтаңдар. Мен 12 жыл осы аралда босқа жүрген жоқ. Мен бір тікұшақ соғып тастағам. Құтты болсын. Үйге барамыз. Құтқарылдық, болды. Кеттік, тікұшақ қаяқтан аяқтама, кеттік, болды. Айтпақшы, араларында тікұшақ жүргізе алатын адам бар ма? Тікұшақ жүргізе алатын адам? Қымбатты достар, түйін. Біздің елімізде жұлдыздарды бағалайды. Сонымен қатар қарапайым жұмысшыларды да бағалауды ұмытпайық. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама жөні дұрыс нәрсе айтамыз.